Интернет тұтас бір әлем. Біз сөйлесеміз, ойнаймыз, оқимыз, бейне көреміз. Бірақ, онда өзімізді қауіпсіз сезіну үшін бір маңызды сөзді білуіміз керек. Ал сен кибергигиена деген не екенін білесің бе? Бұл тіс тазалау немесе қол жууға ұқсас тек интернетте. Кибергигиена ол интернетті қауіпсіз қолдануға көмектесетін жақсы әдеттер. Егер оларды ұстансаң, қылмыскерлерден сақтана аласың. Біз күнде интернеттеміз, ойнаймыз, хат жазамыз, фото жүктейміз. Егер кибергигиенаны сақтамасаң, компьютеріне вирус кіріп кетуі мүмкін, немесе әлеуметтік желідегі парақшаңнан айырылып қаласың. Ал біреу сенің фотоларыңды, пароліңді ұрлап, тіпті өзін сен сияқты көрсетуі мүмкін. Мысалы, біреу сенің сөмкеңе рұқсатсыз қол салғанын елестетші, дәл сол сияқты аккаунтына да кіреді. Мен жаңа парақша аштым, қандай құпиясыз қойсам болады? Күрделі құпиясыз ойлап тап. 1-ден 5-ке дейін емес, QWERTY емес, қиынырақ жазғаның дұрыс. Күдікті сілтемелерге кірме. Сілтемелер саған тек поштаға емес, тағы WhatsApp, Telegramға да келуі мүмкін. Қызығып ашып қойма. Ол саған бейтаныс көрінсе, онда бірден жап. Жеке ақпаратты жариялама. Мекен-жай, телефон нөмірі немесе мектеп. Әсіресе мектепке баратын жолды немесе подъезге кіретін жерді көрсететін видеоны салма. Тексер, қорға, сенбе. Міне, интернетте таза болудың мәні осы. Аккаунт бұзылды. Мен ештеңе болмайды деп ойладым. Ал кейін сыныптастарымнан білдім. Біреу менің атымнан жаман сөздер жазыпты. Ол өте қорқынышты болды. Енді мен әрқашан бәрін тексеріп жүремін. Интернетті дұрыс қолдансаң, ол сенің досың. Кибергигиена бұл тек ереже емес, сенің және достарының қауіпсіздігі. Интернетте таза бол. Егер сен интернетте қиындыққа тап болсаң, міндетті түрде ересектерге айт. Ағаңа, әкене, анаңа немесе әпкене. Ал мектепте мұғалімге айтуға да ұялма. Егер сен кибербуллингтің құрбаны болсаң, бұл туралы айтуға қорықпа. Сен әрқашан 111 нөміріне қоңырау шала аласың.